Жүрегінен жалынды жыратылған шабыттанса шымырлап шығатыннан, бұлақ еді бір кезде бастау алған Маңғыстаудың қатпарлы қыратынан. Халқымыздың туған ол бақытына, әр еңбегі айналды жақұтыма. Қосылды кеп әбіштің ой теңізі әдебиеттің әлемдік мұхитына деп Айбатыр Сейтақ жырлағандай адам жанының шындығын танаудың алуан түрлі тәсілін шеберлікпен игерген жазушы Әбіш Кекілбаевтың аңызын ізімен жазылып, оқиғалар философиялық, психологиялық астарын өрбіген кемел ойлы көркем сөзі шежіре. Әбіш Кекілбаевтың тарихи тұлғаларға арналған еңбегін екіге бөліп қараймыз. Біріншіден, көркем әдеби шығармаларындағы тарихи тұлғалар, олар негізінен Абыл, Сүйінқара, Бекет ата, Шыңғысхан, Ақсақ Темір, Әбілқайыр хан, Абылай. Ал екіншіден, ғылыми зерттеулерінде қамтылған тарихи тұлғалар, олар негізінен Қарабура, Шотан батыр, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Әбілқайыр, Барақ сұлтан. Аңыздың ақыры романы алғаш рет Махаббат мұнарасы деген атпен жарияланған. Жазушының тарихи тақырыпқа жазылған алғашқы романында романтикалық бейнелеу тәсілін аңғарамыз. Роман 4 бөлімнен тұрады. Шығарманың кейіпкерлері бар болғаны 3 ғана. Олар әмірші, кіші ханым және шебер. Ұлы ханым, күтуші кемпір бас шебер, Ахмет саудагерлер осы негізгі басты 3 бейнені ашу үшін алынған. Осы арада көпшілікке түсінікті болу үшін қысқаша шолу жасап өтейін. Әмірші, кіші ханым және шебердің арасында шарпысқан ішкі психологиялық сезім күйлері мен жан дүниесіне толғанысы шеберлікпен суреттеледі. Шығармада Алмасхан өмірінің соңғы айларында болған оқиға баяндалады. Хан кезекті жорығынан оралғанда кіші ханшаның өзінің құрметіне салдырған биік мұнарасын алыстан көзі шалады. Мұнараны салушы жас шебері ханшаға ғашық болып, оған деген махаббаты мен іңкәр сезімін, махаббатын өз өнер арқылы бейнелейді. Ханға суық хабар өзеген құрт жеген алым арқылы беріледі. Қызғанышы оянған хан шебер мен ханшаға қаһарланып, жас жігіттің көзін ойып, тілін кесіп өтті. Қатыл жазылайды, бірақ ханның бұған көңілі көншімейді. Ол сезім сергелденіне түсіп, жаны тыным таппайды. Өзінің өткен өмірін ой елегіне өткізіп, іштей арталқысына, ой арпалысына түседі. Романда мұнара шебер махаббатын символындай. Мұнара бірде күледі, бірде мұнаяды, бірде сұстанады, бірде алыстан ым қаққандай болса, бірде жалбарынады. Шығарманың мұқият оқып шықсаңыз, мұнараның мұндай мінезін сан қырына куә боласыз. Шығармада мұнара романтикалық бояумен бейнеленген, оның қасиетін суреттеуде, әсірелеуде басым. Аңыздың атын романның ғылыми тұрғыда қарастырсам, біріншіден Әбіш Кекілбаев психологиялық роман деген түр енгізіп, қазақ романы тарихында жаңалық ашты. Бұл жаңалық тіпті батылдық десек те болады. Бұған дейін қазақ әдебиетінде ондай ұғым болмаған. Екіншіден, бір ғана романның бойынан 4 түрлі сипатты көруге болады. Олар тарихилық сипат, психологиялық сипат, философиялық сипат, символикалық сипат. Бұл да Кекілбаевқа дейін кездеспеген, кездеседі аз қасиеттердің бірі. Үшіншіден, Әбіш Кекілбаевтың көрегендігі. Ең алғашқы көрегендігі жазушы тарихи тұлғаны жазып отырғанына қарамастан, бірде-бір тарихи датаға, нақтыға, фактіге соқпайды. Осының өзінде сұңғыла көрегенді жатыр. Екінші көрегендігі автордың өз кейіпкеріне дейін көзқарасын еш біле алмайсың. Жақсы көре ме әлде жек көре ме, жақтай ме әлде даттай ма, жағымды ма, жағымсыз ба. Өйткені кейіпкерінің көзқарасынан автор көзқарасы, идеясы мен танылатын. Ал мұнда автор кейіпкері үшін не күйінгенін, не сүйінгенін қалмайсың. Әр заман, әр қоғам берер баға басқа. Әміршіні іске алғысыз етіп тастаса, келер ұрпақ не айтады? Мысалы, кезінде шыққан күнге теңерем, күндіз барда түнде жоқ. Туған айға теңерем, күндіз барда түнде жоқ дегендер кім болды қазір? Үшінші көрегендігі кіші ханымды әміршіге адал қалпында қалдыруы. Бірақ автор төндіріп келеді, кенет алыстатып әкетеді. Себебі ханым құлдың соңынан кетсе, ханда қандай қасиет қалады? Ханымы сондай, халықта қандай қасиет қалады? Халықтың тектілік, безаттық жөніндегі заңда не құн қалады? Төртіншіден, айбатының ажырасырған әміршіге де ана өсиетін орындатуы, ана ақылын тыңдатуы. Тегінде қай жазушы болмасын, бір қыры, бір қабілеті ерекше болып, оның маркасы болады. Кекілбаев физикасы ерекше құнарлы, құйқалы, шобарлы тіл. Айтушы судай төгілген, тыңдаушы борда егілген деп осындайда айтатын шығар. Сонымен бойындағы 4 сипатты таразылай келе, психологиялық дейтін себебіміз романда шиеленіскен оқиға да шұбырған кейіпкерлер жоқ. Кейіпкерлердің барша сипаты динамикалық әрекет үстінде емес, монологтық толған үстінде ашылады. Намыс пен кептің, күш пен әлсіздіктің, махаббат пен зұлымдықтың, өктемдік пен шарасыздықтың, өнер мен қарабайырлықтың, сезім мен нәпсінің алма-кезек шарпысқан жеңісі мен жеңілісінен тұрады. Әбіш Кекілбаевқа дейін қазақ романында бірінші жақтан баяндау, әңгімелеу, хат, күнделік, диалогтық, монологтық әдіс көп кездессе, Әбіш Кекілбаевта тап-таза символикалық әдіс.